Нұргүл, студиямызға қош келіпсіз. Сіз мынау өткеннен бері жалғастырып жатқан ұлттық психология мәселесін тағы да жалғастырғымыз келіп отыр. Бұл жолғы әңгіме салт дәстүрлердің, ұлттық салт дәстүрлеріміздің психологияменен, адам психологиясымен, жалпы ұлттың психологиясымен байланысы жайлы болса. Мысалы, өткенде ең алғашқы сұхбатымызда өзіңіз жақсы білесіз, жоқтау туралы жақсы тарқатып айттыңыз. Жалпы біздің ұлттық салт дәстүрімізде мынадай бір салт бар. Босана алмай жатқан анаға жылқының демін ескету салты бар. Бұл жаңа толғақ жеңілдетеді деген бұл бір жағы салт, бір жағы сенім. Ал қазіргі жағдайда, қазіргі кезде үйде босану деген трендке айналып келе жатыр деп дәрігерлер дабыл қақты кешегені. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы үйде босану адамның психологиялық тұрғыда дұрыс па ол? Енді медицинасын оны өздері шешеді. Біз екеуміздің арамыздағы әңгіме психология болғандықтан, осы жаңағы жылқыға ескету, толғақты жеңілдету, болмаса үйде босану деген адамның қоршаған жаңағы баласына, болмаса күйеуіне, болмаса туыс-туғандарына психологиялық тұрғыда қиын болмай ма бұл? Ержан, біріншіден осы менің ұсынысым психология мен салт дәстүрді ұштастыру және ара жігін ажырату деген бір мәселе бар. Осыған кішкене тоқталып өтсем. Мынау Мұхтар Мағауиннің «Бір атаның балалары» кітабында, қателеспесем өткен жолы айтып өттім. Бұл әлем адам үшін жаралыпты дейді. Жаралған деген әдемі басында алғашқы беттерде сондай. Солай басталады. Солай басталады кітапта. Бір қария кісінің айтқан, Ахмет Шалдың. Осы жерде айтқым келіп отырған дүние, біз алдында да айттық, осы елімізді, ұлтымыздың, өзіміздің инсайттарымыз, мақал-мәтелдеріміз бар дедік. Осы тұста бұл салт дәстүр, сол мақал-мәтел сияқты адам бағынатын дүние емес, адамның тұрмыс тіршілігінің бір инсайты, адамға бағынатын дүние. Адамның табиғатына бағынатын дүние. Сондықтан да жоқ, алдымен жоқтау пайда болған жоқ. Адам жоқтамағанда қандай күйде болғанын көріп біле отырып, ымымен, дымымен түсіне отырып, жоқтау пайда болды. Тура осы сияқты біздің салт дәстүрлеріміз адамға қызмет ету үшін, адамның тіршілігіне қатысты табиғаттан алшақтатпау үшін жасалған дүниелер. Енді осы салт дәстүрлеріміз пайда болған тұста дамыған медицина болған жоқ. Дамыған дүние пайда болған жоқ. Бұл да медицинада адамға қызмет ететін дүние. Осы тұста енді өз табиғатына сүйеніп, өз түйсігіне сүйеніп, табиғат, жаратылысқа сүйеніп, бар тапқанымыз сол ғой, жылқыға. Жылқының демін шығаруда, мысалы үшін. Сондықтан бұл сұраққа менің жауабым, бұл дұрыс емес, яғни үйде босану дұрыс емес деп айту психологияға жат. Яғни, егер де әйелдің жағдайы, табиғаты, қорқынышы басым болса, мысалы үшін әйел неге үйде босанам дейді. Соңғы кездері көбейіп кетті да, мысалы үшін осы роддомдарда деген бала өлімдері жиілеп жатыр. Әйтпесе әйел, жалпы осы әйел
жүкті болған кезде, бала көтеріп жүрген кезде, баланың, осы әйелдің бүкіл иммунитеті, в том числе психологиялық иммунитеті, баланың өмірін сақтауға қызмет етеді. Ода санада, басқа да басқаның бәрі осы балаға қатысты болады, дүние болады да. Осы кезде қорқыныштар пайда болады, ол да заңда. Осы қорқыныштар қорыққанға қос көрінеді. Яғни анада сенімсіздік, бұл біздің мемлекетіміздегі медицинаның жаман дамуынан емес, жаман әрекетінен емес, бір жақсы емес құбылыстардың болуынан емес, жалпы ананың бойында қорқыныш пайда болады, табиғи түрде. Осы қорқыныштың салдары деуімізге болады. Сондықтан да осы жерде бұл егер анаға үйде босану көмектесе алатын болса, өзінің ойынша, бұған саналы түрде ана барып отыр дегенге менің сенімім жақсы жоқ деп айтсам болады да. Енді бір жағынан қорқыныштың деңгейінен болуы мүмкін. Ал екінші жағынан, егер де анаға осы көмектесетін болса, жылы орта, қазірде мысалы үшін роддомдарға жақынын алып баруға болады ғой. Сол сияқты егер үйдегі жылы орта көмектесетін болса, оның өзінің құқығынан бөлек, өзінің осы өмірді сақтап қалу үшін әрекеті. Жақсы. Қазақта салт дәстүр деген бар. Салт дәстүр. Сосын ырым тыйым деген бар. Психология қайсына жақын? Психология қайсына жақын соның? Ырым тыйымға жақын ба, салт дәстүрге жақын? Өйткені ырым тыйым ол наным сенімге көбірек байланысты. Ал салт дәстүрге жақын болса, мысалы, мынадай салт бар. Қара жамылу. Бұл бір жағы наным сенім, бір жағы салт. Өйткені жаңағы кісі өлген үй, мысалы бұрынғы заманда жылына дейін қара жамылып отырған жаңағы бәйбішелері, күйеу қайтыс болған. Ал өте дұрыс. Өте дұрыс. Мен осыны заң тұрғысында енгізер едім, психолог ретінде. Неге дұрыс? Өзім осы Кемерово қаласында, енді бізде білмеймін ғой, енді мамандардың жетіспеуі ма, әйтеуір табылмай көп дүниелерді шетелден тауып жүрген маманмын. Осы қазамен жұмыс істеудің әдістері деген оқуды оқыдым. Кемеровоға барып оқыған себебім сол жерде енді өзіңіз білесіз, осыдан 2 жыл бұрын сұмдық жағдай болды ғой. Сол кезде мамандар өте жақсы дайындаған да, сол мамандарды дайындаған, солармен жұмыс істеген Карпункина деген бір жақсы маман бар, содан барып білім алдым өзім. Осы жерде айтқым келген дүние, сонда түсінгенім, қайғырып отырған адаммен жұмыс істеудің ең бірінші қағидасы үндеме. 1,5 жыл қасында бол дейді. Сонда қараңызшы, мынау қайғымен адам күресу арқылы емес, қайғыдан арылу, қайғыны сіңіру, ары қарай өмірді жалғастыру, қазіргі біздің психология әлемімізде, егер психолог сүйемелдесе, 1,5 жылға созылады. Енді қараңыз осы жерде неге дұрыс деп отырғанымды. Ал егер дейді, осы жоқтамаса, қара жамылмаса, егер де дискотека, жақсы қонаққа шақыру, көңіл күйіңді көтер, үйт-бүйт, осындай яғни қашу болатын болса, бойдағы қайғы таралмайды, сіңірілмейді, еш қайда кетпейді, ол соматикалық ауру болады. Соматикалық ауру примерно 3 жылдан кейін шығады дейді. Имплицитті түрде, яғни жасырын түрде өлем деген өмір сүргім келмейді деген осындай адамның бойын ой жайлайды. Осындай сұмдық бұның бір салдарлары бар. Сондықтан қараңызшы, қара жамылу деген не? 1 жыл. Осы
мен кімімнен неден айырылдым деу, осыған мән беру, осыны өзінде осыған міне отдаться дейді, осыған берілу, осыған жоқтау айту, осымен болу, осы дүниемен да шарасыздықта болу. Осы табиғи тұрғыда, енді бұл бүкіл диссертациялардан келген дүние, 1,5 жыл дүние деген. 1,5 жыл дегенде осыдан арылып адам күнге қарайды, тіршілікке қарайды. Яғни 1 жылдан кейін осы қара жамылса, шын мәнінде қара жамылса, еш қайда қашпаса, осы адам болып ары қарай өмірін шын мәнінде жалғастырудың алғы шарты осы қара жамылу. Ал Абайдың Ақылбай деген ұлы қайтыс болып, Абай ешкімге бас көтермей жатып та, жатып қалғанда, сол кезде кім Қиясбай деген Абайдың өзінің атақты әзілкеш қалжыңы бар. Сол кіріп кеп айтты, Абай аға, мына қазақ Ақылбай деген ақылды ұлынан айырылып қалған екен, соған көңіл айтатын адам іздеп жатырмыз деп. Сол кезде Абай неше күн басын көтермеген, Абай басын көтеріп тұрыпты. Әй Қиясжан, сен шештің түйінін деп. Сонда бұл не? Бұл қазақтың қайғыға тоқтау айту деген салты. Бұл тоқтау айту деген салты, Ержан, бірақ та бұл жерде қазір психологиялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, мысалы үшін қара жамылуды да тоқтау емес бұл жерде. Вот сен осы қайғымен кездестің, сенің бойыңда қандай сезімдер бар, сол сезімдермен жалғыз болу дегенді білдірмейді. Ол қасында 1,5 жыл болып психолог болсын деп тұр ғой. Психолог болмаса жақыны болсын. Бірақ дейді, сен ол қара жамылып отырған адамды ол күйден тойға күн сайын апарма дегені. Көңіл айтып келсін. Осы туралы айтатын дүниесін айтсын. Осы адам болып қалу, сезіммен жалғыз қалу емес, адам болып, адаммен бірге қалу дегенді білдіреді. Бұған мен қарсылықты көріп тұрған жоқпын, ешқандай қарама-қайшылықты. Жоқ, қарама-қайшылық емес. Мәселе қарама-қайшылығында емес. Психология осы тоқтау айту салтына қалай келеді деген қалай қарайды? Менің ойымша, егерде сол Абайға інісі көңіл айтатын аға адам таппай отыр деп емес, мынау көрші үйде келін түсіпті, соның бетін ашатын аға адам жоқ десе, осы тоқтау. Яғни, имеется в виду, яғни, мынау қайғыруыңды тоқтат, өміріңді жалғастыр деген сөз. Бұндай тоқтау айту дұрыс емес. Ал сезіммен жалғыз өзің болма, өзіңмен бірге өзге бар деу, ол тоқтау. Өткен сұхбатымызда, мысалы, ата көрген оғжанар, шеше көрген тоң пішер деген бір мақалды 100 жыл талқылағанын айттыңыз, Иә. Соны 1 сағат әңгіме еттік. Қазақтың психология солай бәлен ғасыр зерттеп шыққан бір салты бар ма, мысалы? Ойыңызға түсіре аласыз ба? Қазақтың ғалымы ма? Жоқ, салты. Мысалы, психологиялық тұрғыда жаңағы том пішер секілді қып, бізден кейін 100 жылдан кейін анықтаған салты бар ма деп отырмын ғой. Міне, мынау осы жоқтауды айтсақ болады. Содан кейін сыңсуды айтсақ болады. Адамның осы шарана шайқау деген бар. Яғни, жалпы бұлай кез келген салтты алатын болсақ, осы салт туралы енді бәрі демей қой, мен мысалы үшін қазақтың салтын жаңа зерттеп жүрген адаммын ғой.
өзімнің, оны да мен ғалым ретінде зерттеп жүрген жоқпын, шынымды айтайын, менің өзімнің тәжірибе жүзінде өзімнің қызығушылығым болып тұр да. Бірнеше диссертациялар жазылған. Мысалы үшін сол қайғыруға, қара аза тұтуға, қара жамылуға кемі 100 диссертация бар десем, өтірік айтқан емеспін. Осындай, барлық осындай. Енді мысалы мынандай салты бар қазақтың. Жаңа туған нәрестені жаңағы үзеңгіден өткізу салты бар. Иә. Дәстүр бұл. Ол анау мынау адамның үзеңгісінен өткізбейді. Елу жылда ел жаңа деген ба, соны айтып отырсыз ба? Жоқ, ол емес. Мынау атақты адамдар секілді болсын деген сеніммен жаңағы мысалы батырдың үзеңгісінен жаңа туған сәбиді өткізеді. Ол ана батыр секілді мықты болсын деген түсінікті. Мысалы қазіргі кезде ауызға түкіру деген болды. Бірақ дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді қазақ. Озығы бар, тозығы бар. Сонда бізде осындай бәленге еліктесін, бәлен секілді болсын деген дәстүрлер бар. Психология осыған қалай қарайды? Мысалы, ол бір жағынан психологиялық тұрғыда сенім, анадам секілді болсыншы деген. Бір жағынан қарасаңыз енді бәлен жасқа келген ерінің насыбай тоздырған шалдың түкірігін апарып, жаңа туған сәбиге түкірту, ол қаншалықты мысалы ақылға сияды. Енді осы жерде Ержан, мен сөзімнің басын бастағанымда осы туралы болды ғой. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп өзіңіз бір инсайтпен жеткізіп отырсыз да, менің 15 минут айтқан сөзімді. Яғни, осы жүкті әйелдер туралы да айтып отырсыз. Қараңызшы, мысалы үшін, сол 17-16 ғасырда әдемі табиғат, таза тамақ, табиғатымен мынау табиғат етене жанасып, өмір сүрген ана үйінде босануы заңдылық. Оған оның күші де бар. Әйел ол енді тұрмыс тіршілікте жұмыс жасаған шығар, бірақ интеллектуалды деңгейде мен сияқты, өзге сияқты ана РГБ-да подвалда отырып жұмыс істеген жоқ. Денсаулығынан айырылған жоқ, мысалы үшін да. Сондықтан да оның өзінің бір деңгейі бар соны жасай алуға. Ал қазіргі мынау экологиялық тағы басқа дүниелер қаптап тұрған заманда үйде баланы босану деген шын мәнінде өзіне деген сенім ба, жоқ балаға деген атүсті қарау ма? Осы мәселені ажыратып алуымыз керек та. Сондықтан да бұл кейбір дәстүрлер әрине тозығы болады. Бұл жерде енді үзеңгіден өткізуден көрі мен тұсау кесу туралы айтқым келіп отыр. Қараңыз, баланы тұсауын кесу деген тозығы жетпеген дүние. Өйткені бала бәрін ойынмен түсінеді. Осы 12 жасқа дейін ойын баласы дейді бізде. Ал қазір сол туралы 1000 диссертация бар. Балаңыз жақсы оқысын десеңіз, оны ойын арқылы түсіндіріңіз деп та. Мысалы үшін біздің қазіргі білім беру жүйесі де соған негізделіп келе жатыр. Ойын баласын, табиғатын мойындап, сол сияқты. Яғни бала жүру үшін оған ыммен аяғың бар көкем дейді. Аяғын байлап қояды. Сөйтіп, аяғы жоқ болса, ол аяғының қадірін білмейді ғой. Жүре алмайды. Сөйтіп, кесіп жіберіп, аяғым бар екен ғой деп түйсік пайда болады балада. Психологиялық тұрғыдан да. Ал бірақ бұл балаға арналған дүние. Қазір осы салтты біз бала үшін жасаймыз ба? Жоқ, Инстаграм үшін жасаймыз ба? Қазір деген тұсау кесу деген кәдімгі бизнес болып кеткен сияқты. Бұл, егер мысалы үшін мен осы қазақтың халық әртісі болайын дейін. Барып, керім болып, шалқайып, демала алмай, кеудеме нам пісіп, барып, соның мен сияқты бол деп бүйтіп кессем тұсауын. Мен балаға
түйсік бердім бе бермедім бе сен адамсың деп. Мен сияқты бол дедім. Көріп отырсыз ба? Адам бол деген жоқпын мен. Аяғыңа, өз аяғыңа тап, өз аяғыңа сүйен деген жоқпын. Менің аяғыммен жүрмейсің, міне аяғың бар деген жоқпын. Мен міне кеудеме нан пісіп отырмын, өз аяғың жоқ, маған қара дедім. Осы бұл енді озығы бар, тозығы бар дегенді айтатын тарихшы ғалым болсам, айтар едім. Бірақ мен одан гөрі салт дәстүрге құрметпен қарағанды өзіме дұрыс деп санаймын. Бірақ осы салт дәстүрлерді қасы осы тұсау кесуге байланысты керім етіп алдық қой, бизнес етіп алдық. Сол сияқты адамдардың өзі бұрмалап алуы мүмкін. Маған салт дәстүр адамнан келді. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан да ол озықты дүниені тозып маған жеткізуі мүмкін. Вот сондықтан салт дәстүрге тиіспеңіз, бөлмеңіз. Жоқ, мысалы, мен озығы бар, тозығы бар деп отырғаным. Енді сол батырға да байланысты айтылып отыр ғой. Жоқ, озығы бар, тозығы бар дегеннің астарында, мысалы, біз мынау тозды, мысалы, тура мағынасында тозды бұл қазіргі заманға сай емес. Сол көп нәрсені бізге сай емес деп жеткізіп отырған адамдар болып тұр ғой көбісі. Жоқ, енді қараңызда, сай емес деп тастадық қой. Мусорға тастадық та. Айтыңызшы маған тозығы жеткен бір салт дәстүрді. Жоқ, енді қараңызда, мысалы, қазіргі заманға сай келмейтін. Жаңағы бір мысал. Мысалы айтайын да. Мынандай жаңағы жылқының демімен емдеу, мысалы, қараңызда, ол мынадай болды. Босана алмай жатқан толғағы ауыр әйелді шауып көп ентігіп тұрған аттың деміменен емдесе, бұл толғағы жеңіліп тез босанады дейді. Енді эфирге бәр шындықты айтайын ба осы туралы? Осының психологиялық артында не бар екен? Тағы біреу айтайын. Жарыс қазан. Қазақта жарыс қазан деген салт бар. Ержан, мына жылқы туралы айтайықшы. Бұл неге бұндай болғаны? Енді оны қазір, мысалы, Астананың көшесінде больницаға дейін атпен шауып барып, ана босана алмай жатқан адамды жылқыменен емдей алмайсыз ғой. Тозығы деген уақыт өтті деген сөз, мысалы. Мені айтайын деп отырғаным сол. Сонда енді қараңыз, біз тозығы жетті деп ананы алмадық қой. Жаңағы аттың деміменен емдеуді алған жоқпыз да. Тозығы жетті болып бізге керек емес деп. Бірақ психологиялық тұрғыда оның бір ерекшелігі бар шығар. Оның ерекшелігі бар. Ал енді соны айтсаңыз сені маған. Иә, оның ерекшелігі, мысалы үшін қараңыз, жылқы шауып келді делік. Ол деген алқынып тұр. Осылай деген кезде, мысалы үшін деген, жалпы босану деген не? Ол қорыққанда жіберіп қою. Түсініп отырсыз ба? Сол сияқты жіберіп қоятын шығар деген бір сенім. Түсінікті ма? Енді сіз айтасыз. Психологиялық тұрғыдан да. Міне дұрыс. Бірақ қазір оны жасауға ол тозығы жеткеннен кейін пайдаланбау керек дегеннен бұрын қазіргі мен психологияны қарайтын болсам, бұнымен мүлдем қатысы жоқ, Ержан. Жарақатымыз көп адамбыз. Кәдімгі коронавирус болса, уже мен өліп қалдым, болды, мен деген уже бетте жатқан адаммын. Әйтпесе, кәдімгі өзіміз қорыққанға қос емес, 1000 көрініп отырған адамбыз. Билеушіден қорқып, басқадан қорқып та, бұл енді қазіргі кезде емес, кеңес үкіметі басқаның кезіндегі болған дүние. Яғни бұл жерде айтқым келіп отырғаны, үйде босанып отырған аналардың көбі қорыққандықтан бармай отыр. Вот осыны жеткізгім келеді. Жеткіздіңіз. Оны да істеп отырған адамдар ғой, қорқытып. Оны адамдар ғой. Мысалы, кез келген, мен өзім ойым, кез келген салт болсын, дәстүр болсын, ырым болсын, тиым болсын, астарында міндетті түрде психологиялық
астар болады. және соны құрметтеуіміз керек. Енді мына қараңыз, мен сізге басында айттым, қазақтың бүкіл болмысы, ырым, тыйымы, салт, дәстүрі тек не ұрпақ сабақтастығын, ұрпақтың амандығы, бала тәрбиесіне ғана қатысты. Мысалы, есік керме, маңдайша баспа, табалдырық баспа дейді қазақ. Сіз осыдан психологиялық астар тауып көріңізші, айтып көріңізші. Неге ол есік керме деді, ол неге табалдырық баспа деді, неге маңдайша баспа деді? Енді есік керме, мен де сіз сияқты осы салт дәстүрді терең зерттегім келеді. Қазір жараларды емдеумен шыға алмай жүрген адаммын да. Бірақ егер осы табалдырықты баспа дегенді айтатын болсақ, менің өзімнің жеке адам ретінде және маман ретінде өзімнің пікірім бар. Менің бір өзімнің клиентім бар. Жеті құрсақ көтерген. Жеті құрсақтың 5 ұлы шүкір бар. 2 ұлы о дүниелік. 2 сөзінің бірінде қайда болсын, басқа болсын, 5 бала тапқам, 5 бала тапқам дейді. Шын мәнінде 7 бала тапқан. Осындай көп бірін жалпы салаларда, психологияда, егер де ана дейді, өзінің егер дүниеге келген бала болса, соны мойындамаса, онда балалардың бойында үрей пайда болуы мүмкін деген сондай теорема бар, аксиома емес. Өзім, мен мысал үшін 4-ші баламын үйдегі. Ал егер мені, енді алдымдағы ағам қайтқан, мені осы үйдің 3-ші баласы дейтін болса, сол 3-ші баланың 3-ші балаға берілген өмір бітті ғой. Яғни менің бойымда 3-ші бала дей беретін болса, менің бойымда бітуге, о дүниелік болуға деген қорқыныш пайда болуы мүмкін деген теорема бар. Түсініңіз ба? Бұны неге айтып отырмын? Яғни, сондықтан алдыма келген әр анаға баласында бір деструктивті, жаман бір дүниелер орын алып жатса, ең бірінші сұрайтын, бұл қаншасыншы балаңыз, бұрын аборт, құрсақ көтергенің, сол қайтыс болған деген сияқты дүние болған жоқ па деп мен сұраймын. Көбінесе осы жерден де тауып жатамыз. Ал бізде, менің білуімше, біздің салтымызда шетінеп кеткен баланы табалдырыққа көмгем. Сондай салт бар. Ондай салт жоқ. Керісінше, баланың кіндігін және қарын шаш дейді ғой, ең алғаш. Соны табалдырыққа көмген. Ал шетінеп кеткен баланы табалдырыққа көмбеген. Онда менің түсінігім дұрыс емес. Менің осыған пайымдағаным, яғни, ондай болса, сіз маған білім беріп отырғаныңызға рахмет та. Яғни, бұл жерде менің ойымша адам құндылығына байланысты мәселе. Адам құндылығын осыны баспа, адамның өмірінің бастауы осы жерде деген дүние. Ал мен осы уақытқа дейін ойлап келдім. Бұл, мысал үшін, мүмкін психолог ретінде ойлаймын ғой. Ойладым. Бұл деген даже қазақта бар дүние ғой енді. Ананың есінде болу үшін. Болған шығар деп мен келдім осы уақытқа дейін. Ал мен ертеректе бір үлкен кісіменен сұхбат өткіздім. Ол кісі де осы жантану мәселесімен айналысатын, онсыз тануыңыз да мүмкін. Сол кісі айтады, қандай жағдай болмасын дейді, шайтан мына есіктің арасында тұрады дейді. Не ара емес, не бер емес. Қазақтың есік керме, табалдырық баспа дейтіні осыдан дейді. Мысалы, үйдегі жын-жыпыр жаңағы нелер, жаман энергияның бәрі есіктің кіре берісінде тұрады дейді. Мысалы, орыстардың үйге бірінші мысық кіргізетін әдеті бар ғой. Үйге сатып алған жаңа үйіне бірінші мысық кіргізеді. Сонда
олардың да сенімінде бар. Жаңағы жамандықтың бәрі анаменен кетсін деген. Енді білесіз бе, осы жерде енді есік керуге байланысты менің пікірім ол шайтанға байланысты емес. Мен негізі ондай наным сенім шайтанға ол психологияға араласпаймын. Менің пікірім бар. Сіздің пікіріңізді тыңдадым. Жоқ, нет, неге байланысты мен пікірімді тыңдамадыңыз? Есік керуге байланысты. Ал жақсы, ал айтыңыз. Иә, есік керуге байланысты. Жалпы есік деген өтпелі кезең, яғни үйге кіру, аттап басу, кірмеу деген. Неопределенность, да? Бұл осындай, енді осындай белгісіздік не шақ деп айтсақ, өтпелі шақ деп айтуға болады ғой. Мысалы үшін, осы 14 пен 16 жас өтпелі шақ деп айтылады да, осы өтпелі шақта сен өзің анықтап ал дегенге саям екен мүмкін. Яғни өтпелі шақта адам тұрған кезде адамның бойында көптеген көптеген сезімдер туындайды. Қорқу, үрей сезімі, тағы басқа сезімдер болады. Яғни осы сезімдермен мүмкін байланысы бар шығар. Енді ол шайтанмен білмейді екен. Ал қазақтың нанымында есік керме деу себебі, мысалы, көбінде жас балалар есік керіп тұра қалады, кішкентай балалар. Ал кішкене бала ұрпақ ол. Ал қазақ ырыс есіктен кіреді деп есептеген. Өйткені төрге қарай сыпыртпайды. Қоқысты төрге қарай сыпыртпайды, бәрі есікке қарай сыпыртады. Есік керген кезде айтады, ырысты бөгеме деген сөз бар да. Кіретін дүние. Кіретін дүниені бөгеме дейді. Ал қазақ есіктен кіріп келе жатқан бала жығылып не дейді? Олжа кірді дейді. Ырыс кірді дейді. Міне қазақтың дүниетанымында осылай. Жақсы екен. Жалпы менің ойымша осы өтпелі де дүние бұл. Ол менің көзқарасым. Тағы не айтасыз? Енді қорыта айтатын дүнием, жалпы адамның бойында да емес, бұл халықта да жара болады. Әсіресе біздің халықтың жарасы терең ғой деймін осы. Иә, Ержан. Бұл өте терең мәселе. Мен жараны осы емдеген кезде жан жарасында біраз өзім травматерапиямен айналысқаннан кейін көп психологияның салаларын зерттедім. Қазір мысалы үшін түпсана деген бар, тағы басқа дүниелерді. Менің түсінгенімнен бөлек, енді мысалы үшін мен емес, Америкадағы Джон Инглдің өзі түсінген дүние, Курт Левиннің түсінген дүниесі, Европадағы түсінген дүние осы 20 ғасырдың екінші жартысында. Мысалы үшін Джон Инглдің өзі 30 жылдан астам жарақатты емдеу арқылы бір шешімге келген адамды, жан жарақатын. Осы жан жарақат тұрған жерде дейді, өмір бар дейді. Сүрілмеген өмір бар дейді. Яғни, егер адам денемен өмір сүреді ғой, адамның жан жарақаты болса, оны санадан, мидан, естен іздемеу керек дейді, денеден іздеу керек дейді. Сол жарақатты табамыз, сол жарақат шешілген тұста ар жағынан бұлақ атқылап шығады, өмір шығады, сүрілмеген өмір шығады дейді. Бұны мен неге айтып отырмын? Сол сияқты біздің жарақатымыздың астында қатпарланып, көз ашылмай бұлақ ретінде салт дәстүрлеріміз жатыр. Сондықтан адам болу үшін ұрпақтың жалғастығы демей-ақ қояйын, қазақ болуы үшін, адам болу үшін, менің ойымша, қазақты кім болдыртты? Түйген инсайттарымыз бар. Соларға егер сүйенсек,
оның тозығы жеткені бар, өзіңіз айтып отырғандай, озығы бар, тағы басқа дүниелер бар. Соларды психологиялық, философиялық тұрғыдан мысалы үшін зерттеп, мүмкін мектепте сабақ ретінде білмеймін енді оны қалай жасау керек екен, ол енді мемлекеттің тірлігі. Осы жерді емдеу арқылы бұлақтың көзін ашқан кезде, менің ойымша өз бастауымызға ораламыз деп ойлаймын. Мысалы, біздің әр сөзіміздің астарында мағына бар. Ол мысалы сөз деген өзі екі түрлі мағына береді. Біреу сөз, ол мысалы ержан деген сөз. Екінші ержан деген кезде менің есіңізге түсесіз да. Мысалы адам есім. Сонда мысалы қазақтың әні бар. Мынандай. Қазақтың қара өлеңі кәдімгідей. Таңбасы жоқ, ені жоқ, буырылтайдың дейді. Сағасы өткел бермейді, терең сайдың дейді. Бір жерге шыға келсем, жұрты жатыр, өзі жоқ, қалқатайдың дейді да. Мысалы, осының астарында не бар деп ойлайсыз? Мысалы, мынандай. Мен өзім жауап берейінші, психолог ретінде, содан кейін айтасыз. Мен жалпы өткенде де айтып отырмын, сот психологиялық сараптамасы деген бізде жазылған, бірақ ол бізде маман жоқ, ол қалай маман болудың жолын қарастырмағанда мемлекет. Содан кейін енді сараптамалар неше түрлі 2 сағатта жасалып жатыр, басқа жасалып жатыр деп ілім алайын деп осы Ресейдегі Калуга мемлекеттік университетінде жалғыз орталық бар, осы ТМД-да. Сол орталыққа барып білім алып келдім, дипломдық жұмыс қорғадым. Соны қорғап жатқан кезде маған мен деген СНГ-ға аты шулы психолог маған айтады: Нұргүл, неге қолданған методикаларың дейді, әдістерің өзгенікі? Жерге кіріп кете жаздадым десем, артық айтқандық емес, кәдімгі диплом қорғамағанымды білдім. Бұл ұлттың дейді, өзіндік ерекшелігі жоқ па дейді. Шмишек пен Шультен қазаққа сай келе ме дейді. Енді ұялғанымды көрсеңіз, одан кейінгісін есімде жоқ. Бұны неге айтып отырмын? Яғни бізде, мысалы үшін, осы сот сараптамасы саласында да психологиялық адаптациядан өтеді, ұлттың ерекшелігіне байланысты. Бұндай дүниелер жасалмақ түгіл, оған әлі аяқ бастап барған жоқпыз. Бұл салт дәстүрді қоя тұрыңыз да, мысалы үшін. Мысалы, бір сөз қосайын да. Сіз мен қазақты зерттегенде немістің әдісін қолданамын. Жоқ. Сіз неге қазақтың 100 би шешені деген кітапты қолданбайсыз? Мысалы, сот сараптамасы емес, ол қылмысты ашу жолын көрсетеді. Би шешендердің жаңағы дауды шешу ерекшеліктері. Ал енді оны қолданайын десем, мынан қараңыз да, осы жерде дым деп отырмыз ғой манадан бері да. Бізде мен қызғанам деп отырмын жаңағыдегі салт дәстүрлерді да. Вербалды емес деген әдістер бар. Бізде осы сот психологиялық сараптамасында мен үшін сөз боқ. Бұл артық айтқаным емес. Мен айтып отырған сөздің біреуіне сенбеймін. Оған сенуге менің құқым жоқ. Оған сенбеуге менің міндетім бар. Сөз қалай айтылып отыр, мен дымға сенем. Қалай сөйлеп отыр, қалай айтты, қалай жеткізді, мынау қызарып кетті ма, не болып жатыр? Қазір өтірікті білудің 3 каналы бар. Тер арқылы, қысым арқылы, тыныс арқылы. Яғни сөз емес, ымға сенемді, бірақ вербалды, невербалды деген ғылыми түрде біздің дүние емес. Осындай кәдімгі біздегі болып жатқан дүниелер бар, бірақ ол мойындалмаған ержан. Осыны айтқым келеді мен. Салт дәстүр дегенде осыларды мойындап, ғылыми еңбек. Екеуміз жазайықшы. Содан кейін бір кітап, осы сот сараптамасындағы бір мынандай дүние, кітап
қайнар көз болу керек дейді. Осы салт дәстүр туралы екеуміз міне ұсыныс сізге жазайық, соны жазғаннан кейін мен қолдана аламын оны. Ал жаңағы ауыз әдебиетінен жеткен соттық процестер ол есептелмей ма? Олар есептелмейді. Өйткені менің үйімде өзімнің қазақтың ата заңдары тұр 10 том. Бірақ ол сот психологиясы мысалы үшін өзінің шифрлары бар ғой, сала. Ол заң танудан қорғалған дүние мен Зимановтың. Менің заңдағы пайғамбарым. Ал сот осы психологиясы саласында мынау деген не сұмдық, біздің Қазақстанда сот психологы, эксперті деген диплом алған бір-ақ адам бар. Ол алдыңызда отыр. Не сұмдық 18 миллионға. Сондықтан да осы айтып отырмын ғой, осы көрген дүниемнің бәрі Кемероваға барам, қаза тұту мен қара жұту, аза тұту мен қара жамылу. Осыларды білмеймін енді. Не істеу керек екенін білмеймін. Жайлап жазып жатырмын.